Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 3-ші тоқсанға арналған БЖП 2-ні талдап беретін боламын. Бізде бөлім қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт дәстүрлері және наурыз және морфология бөлімі бойынша БЖП тапсырмасын орындаймыз. Бірінші тапсырма: орфографиялық пунктуациялық қателерді түзетіп, мәтіннің дұрыс нұсқасын қайта көшіріп жаз дейді. Яғни мынау уже дайын мәтін. Бұл уже түзетілген формасы. Осыны жазып аламыз. Жер жаһанды сері самалға өткізіп, жұрттың аузын аққа жеткізіп, нұр тамшыларын аямай төккізіп, қиындықтың бәрін келер жылға өткізіп, Самарқанның көк тасын ерітіп, алтын күрекпен жер жүзін жібітіп, тас жүректерді мейіріммен үгітіп, 7 қат жер астына дейін балқытып, жыл құстарының әнін шалқытып, Жетісуға жасылдан көйлек кигізіп, Сарыарқаны самал желге сүйгізіп, Алатаудың төбесінен көкке тигізіп, Қаратауға құт берекені үйгізіп, ақ бұлақтарды ақтарып, шың қыздарды шаттанып, тізбектеп, тырналарды сүйгізіп, сырғаларды шоршытып, балықтарды шапшытып, арықтарды тербелтіп, наз қайыңдарды төгілтіп, жаз жайында әнді, қаздарды қаңқылдатып, найзағай жарқылдатып, айтып ертегіңді, жайып желкеніңді, жетіп келген әз-наурыз мейрамы құтты болсын. Яғни бұл жерде бірнеше үтірлер дұрыс жазылмаған және көптеген үтірлер қалып кеткен, және де жер суаттарын бас әріппен жазу керек болғанбыз, жаздық. Және де мен ескерте кететін бір жайт бар. Оқушылар сабақтарды өткізбей соңына дейін видеоны көрейік. Маған үлкен көмек болар еді, сөйтіп солай жасасаңдар, және де қолдау білдіріп, каналға тіркеліп, және көптеген лайктарымызды аямай басып кетейік. Каналдан 6-ші сыныпқа арналған басқа да пәндердің ТЖБ, БЖБ жауаптарын, және де ағылшын тілі пәнінен, яғни English Pass оқулығының ішіндегі тапсырмалардың жауаптарын да таба аласыңдар. Сол себепті каналға тіркеліп қоямыз, және де көптеген сабақтарыңа пайда болады. Келесі екінші тапсырма: мәтін, яғни бірінші мәтін мен екінші мәтінді салыстырып, олардың стилін, жанрлық тілдік қолданыстарындағы ерекшеліктерін көрсетті. Екінші мәтін: қалайсың Айжан? Сәлем, не істеп жатырсың? Ештеңе, қазір көше жаққа барам деп отырмын. Ол жақта не бар? Наурызға концерт болып жатыр деді. Біздің көрші барып келді, күшті болып жатыр дейді. Барсайшы менімен бірге? Иә, барайық. Менің де сол барсам ба, бармасам ба деп алдымен сенен сұрап жатқаным ғой. Сен қашан шығасың? Қазір бір жарты сағаттан соң ба деп отырмын. Мені тоса тұр, қазір бір шаруалар болып тұр. Соны тез бітіріп, сен жаққа қарай барып өтемін. Жақсы, в общем, хабарласайық, звондайсың ғой. Окей дейді. Яғни бұл бізде екінші мәтін күнделікті сөйлесу стилінде жазылған мәтін. Мына жерде тапсырмаларды орындайды. Бірінші мәтін мен екінші мәтінді салыстырып жазуымыз керек. Бірінші мәтіндер қандай стилде жазылған дейді. Бірінші мәтін сөйлеу және де монолог стилінде жазылған, ал екінші мәтін диалог ретінде жазылған. Келесі жанрлық ерекшеліктері неде дейді. Бірінші мәтін наурыз мейрамына арнап, өлең жолдарына қосып, мерекемен құттықтау. Екінші мәтін қарапайым диалог немесе ауызекі диалог. Келесі тілдік қолданыстарында қандай ерекшеліктер бар дейді. Бірінші мәтін әдеби терминдерді қолданып, мәнерлеп сөйлеу. Екінші мәтін екі адамның ауызекі күнделікті қисындағы диалог. Осылай тапсырманы орындап шығамыз.